Армысыздар құрметті көрермендер, менің есімім Рахимов Нұрсұлтан. Бұл интервью бағдарламасы алдағы уақытта мен сіздермен бірге болатын боламын. Бүгін менің жанымда ауған соғысының ардагері, Жетісай аудандық ауған соғысы ардагерлер кеңесінің төрағасы Алтынбеков Ниятіллә және орынбасары Дүйсебаев Шора келіп отыр. Алдымен сұхбат беруге келіскендеріңізге көп рахмет. Ендеше көпшілік адамдардың ішінде, соның ішінен жастардың көкейкесті сұрақтары бар екен, солардың бірен сарасын қоя кетсем. Менің сіздерге деген ең бірінші сұрағым қоядым. Қай жылдар аралығында әскерде болдыңыздар, қызмет еттіңіздер? Біз 1985 жылы ауған жауынгер қатарына шақырдық әскерге. 1987 жылы 2 жыл аралығында сол ауған соғысында қызмет еттік. Яғни ол кезде жасымыз 18 жасымызда бардық, 20 жасымызда қайттық. Ал енді ол жерде біз 52-ші бригадада, яғни Пулемет қаласында қызметімізді атқардық, автомат колоннасында, бөлімшесінде. Рахмет аға. Осы Ауғанстанға өздеріңіз сұранып бардыңыздар ма, немесе сондай талап қойылды ма? Ол жерде бізде талап болғанда бізде мәжбүрлеген ешкім жоқ, бірақ дайындықтан өткізіп, сол жерде алып кетті. Оны ешқандай өзіміз барамыз, өз еркімізбен аяға барамыз, біз ешқандай соңынан жоқ. Дайындады, подготовкада 3-6 ай сержант учебка дейді ғой, оқуында оқыдық, қару-жарақпен ату көрсетілді, бәрін үйретті. Сол қару-жарақты қалай қолдану тәсілдері. Содан сержант деген званиямызды беріп, 6 ай учебкадан кейін сол Ауғанстанға арнайы біздерді алып кетті. Аға, осы ауған жерінде кеңес әскерлерінің қимылдарының негізгі мақсаты қандай болды? Енді бұл жерде кеңес өкіметі кезінде болды бұл соғыс. Өздеріңіз енді кейінгі тарихтан белгілі болып жатқан шығар. Бұл жердегі жаңағы ауған соғысының кеңес әскерінің бірінші мақсаты интернационалдық көмек береміз деген. Интернационалдық көмек береміз деп, басында бұл соғыстың өзі 10 жылға созылды. Басында бұл 10 жылға созылады деген болған жоқ. 6 айда сол бітім жаңағы көмегімізді беріп, жаңағы сондай бір бітіріп қайтамыз деп еді, ол уже ары қарай созылып кетті, сөйтіп 10 жылға дейін созылды. Бұл жерде жаңағы бірінші мақсаты кеңес өкіметінің ауған жаңағы мемлекетіне интернационалдық борышын жаңағы осындай көмек қолын созған, сондай бір өзі 78 жылы сәуір көтерілісі болған Герат қаласында. Содан кейін өкімет билігі ауысып, сол ауған соғысының ауғанның жаңағы басшылары келіп, бізден жаңағы ол кезде кеңес өкіметінің жаңағы сол кездегі Брежнев болса керек жаңылыс болсам, содан келіп сұрап, жаңағы осындай көмек қолын сұрағаннан кейін, олар сол көмектесуге барған мақсатпен барған бірінші. Аға, осы сол соғыс жылдары кезінде, әскер кезінде сіздерге ең қиын болған нәрсе не болды? Енді өте дұрыс сұрақ қойдың. Ол кезде біз 18 жасар жігітпіз. Оң солымызды енді танып келе жатқан 18 жасар. Ол кезде ауыз тұрған кез, қорқпайтын кез, ештеңеден жаңағы. Енді ол енді қандай болғанда, ол енді ол кезде өзі ұлы отан соғысы кезінде де аталарымыз сол жаста барып соғысқан. Әскер қатарына шақырылмасақ баратындығында ешқандай қалмайтындығымыз, ол кезде әскер қатарында 2 жыл соғыс болатындығын, тек қана Ауғанстан емес, Германия бар, басқа бар, осы еліміздің түкпір-түкпіріне баратын еді сол кезде. Ол барып келгеннен кейін уже ол басқаша көзқарас, басқаша болады. Ата-анаңа деген көзқарас, жаңағы қоғамның болғаннан көппен араласқаннан кейін басқаша сезімде болып келеді уже. Қанша 2 жыл жаңағы есейіп, өмірді көріп, қиындықты көріп, қиыншылықты көріп, сондай бір сезімнен оралғанбыз сол 2 жылдан кейін. Осы командирлеріңіздің немесе осы соғыс кезінде бірге қызмет еткен жақын достарыңыздың есімдері естеріңізде ме? Бар, есімізде бар ғой. Менің осы Сергей деген жігіт болды. Бірге бір қиын сәтте бірге болдық. Сол жерден тірі қалған орыс ұлтынан жігіт болды. Ал енді ол біз қайтатын кезде болған оқиға еді. Ал одан кейін өзіміздің командиріміз Лукш деген кісі болды, старший прапорщик. Ал енді комбатымыз Левский деген бір полковник болды ол кісі де. Енді Қазақстанда бар ма жоқ білмеймін, ол кісі жасылған кісі еді.
Біраз жігіттер болды, біраз енді есімізде қазір қалған жоқ, біраз. Бірақ енді қаруластарымызбен әйтеуір осы жерде араласқан жайымыз бар. Көпшілікпен. Аға, осы нағыз әскери адамның бойынан қандай қасиеттер табылу керек деп ойлайсыздар? Нағыз әскери адамның бойынан бірінші тәртіп болу керек. Бауыржан атамыздың жақсы сөзі бар ғой, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Тәртіп болса бәрі бірінші тәртіптен басталады, екінші тазалықтан басталады. Соның бәрі одан кейін отансүйгіштіктен басталады. Қазіргі жастардың әйтеуір келешек осы ұрпақтар жаңағы отан сүйсе, бұрын біздің кезіміз кеңес өкіметі ол кезде, қазір егеменді ел болды. Сол егеменді еліміздің үлкен биіктерінен көрініп жүрсе дейміз жаңағы кейінгі жастарда. Сондай бір жақсы бір қасиеттерін көргіміз келеді ғой келешек ұрпақтың. Неге осы қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, 18 жастан асқан қазақтың жігіттері неліктен әскерге барғысы келмейді? Енді қазір негізі барғысы келмегені бірінші отан отбасынан басталады дейді. Бірінші өсіріп жатқан ұлына айту керек осы ата-анада, сен әскерге барма, отанды қорға, жаңағы осындай бір жетістіктермен орал деп жаңағы. Енді қазіргі саясат па, енді қалай десем екен, қазір уже қарап тұрсаң бір-ақ жыл әскерде қазір. Бұрынғыда 2 жыл емес. Ол кезде қазір біздер мысалы Ауғанстанға барды, жаңа айтып отырмын ғой, еліміздің түкпір-түкпірінде жаңағы қызметін атқарды. Қазір мына Қазақстанда болып келе тұрған енді біріншіден жаңағы өзіміз осындай жаңағы біздермен жаңағы ауған соғыс ардагерлерімен басқа да ұрыс қимыл ардагерлермен кездессе, сол жастардың патриоттық сезім оянар ма еді деймін. Осындай шаралар болып жатса, осындай сұхбаттар болып жатса, содан жаңағы бір мен де осындай барып қайтайын деген бір өзінің бір патриоттық сезім ояна ма деймін де мен жастардан. Сондай бір кездесу арқасында. Қазіргі жастар бармайды мысалға. Енді былайша айтсақ, біздің кезімізде әскерге бармаған кезде бармағанымыз ұят қой. Әскерге бармасақ, турасын айта берейін енді, қыздар қарамайтын тұғын мысалға. Ой, мынау әскерге бармайды деді, жаңағы сондай кездер болған, ол несін жасырамыз ол, сондай болған нәрсе мысалы. Қазір енді әскерге бәрі жаңағы жігіттер қашқақтайды, бармайды. Сондай бір қазір енді басқаша бір тірлік істегісі келеді, оңай жолмен табыс тапқысы келетін сіздер бар мысалға, оны турасын айту керек жаңағы. Қазір телефон деген мысалға, ол кезде біздің кезімізде телефон жоқ. Телефонмен мысалға неғылғысы келеді әйтеуір. Басқа бір сондай жағдайлармен жаңағыдай айтайын дегенім, осындай кездесулер, сұхбаттар болса, осыны көріп, келешек ұрпақ біздерден жаңағы бір үлгі алып, осындай бір патриоттық сезім оянып, содан кейін бір әскерге деген ынтасы болатын шығар деп ойлаймын. Өте тамаша. Аға, осы әскердің өміріңізге тигізген пайдасы бар ма? Пайдасы қандай болды әскерге баруларыңыздың? Негізінде осы әскерге бармай тұрған кезде біздің көзқарасымыз мүлдем басқаша еді. Мен өзі бір үйде бағана 6 үйдің 6 перзенті болғам, соның ішіндегі ер баладан ең кішкентай мен болатынмын. Енді қарап отырсаң, сол кішкентай еркесі, бағана серкесі деп бетімізді қақпай өсірген еді. Енді жасыратыны жоқ, өмірді негізінде осы армияға барған кейін көзім ашылды. Сөздің ішін айтқанда, көзді ашты. Туысқан кім, әке-шеше кім, бауыр кім, жолдас кім, осының барлығы осы әскерде біздің сана сезімімізді өзгертті. 100%-ға дейін өзгертті. Келгеннен кейін мүлдем басқаша адам болып келдім өз басым. Өмірдің әші түсін көріп келдім. Өлім мен өмірдің арасында арпалысып келдік. Бұның өзі енді әркімнің санасына қарай қабылдайды ғой. Бірақ мені тәрбиелеген армия. Себебі 6 ай подготовкада болдық. Қару-жарақпен де таныстық. Қалай қолдану барлығын өмірді көрдік. Түрлі ұлтпен араластық. Мысалы енді қарап отырсаңыздар, бағана 16 республика сол кеңес кезінде 16 республикадағы түрлі ұлттар бағана барды ауылға. Яғни интернационалдық деп ат қойғанның себебінің өзі сол. Көп ұлтты. Қазағы да, өзбегі де, қырғызы да, Украина бәрі болды. Мен солармен араласып, өмірдің қандай екенін сияқты өзгеріп, былай көзқарасымыз өзгерді. Келген кейін мүлдем өзгеріп келді. Өмірге деген құштарлығым ұянып келді десем, мен өтірік айтпасам керек. Себебі өзім соны көріп, әліге дейін осы армияға барғаныммен өкінбеймін. Сол мені тәрбиеледі. Өмірге дұрыс жолға салды деп айта аламын. Қадірін түсінеді. Сіздердің ойларыңызбен толықтай келсем, расында да Бауыржан Момышұлы атамыз айтады ғой, тәртіпсіз берілген білім адамзаттың бас жауы деп. Осы орайда тағы бір сұрағым бар еді.
Сіздерде бағып отырған ұл қыздарыңыз бар, соларға әскерге бар деп ақыл кеңес бермедіңіздер? Береміз. Себебі менің балам да қазір заңгер факультетін оқиды, Қалдар Достық университетінде. Енді сол баламызды құрылсайдан бітіргеннен кейін армияға бір жыл ойнауды қойып, армияға барып келгенде мен жіберейін деп отырмын. Қарсы емеспін. Қарсы емеспін. Барып, өмірді көріп келген ол дұрыс деп ойлаймын. Ал осы келешегіміз, болашағымыз жастардың қолымызда дейміз. Осы жастарға өмірден көрген, түйген ақыл кеңестеріңіз айтқандарыңызға мыңда бір рахмет. Тағы қандай бір ақыл кеңестер айтар едіңіз осы жастарға? Енді жастарға біріншіден білім алу керек жақсылап. Үлкен биіктерден көру керек. Қазір жақсы жағдай жасалған жастарға. Мағжан Жұмабаевтың да жақсы бір өлеңі бар. Арыстандай айбатта, жолбарыстай қайратта, қыран құстай қанатта мен жастарға сенемін. Сондай бір жаңағы жастарымыз шетелдерде білім алып, үлкен жаңағы сондай бір жақсы бір биіктен көрініп жатса, біздің жаңағы соғыспен от пен оқтың арасында алған мынау медальдарымызды, марапаттарымызды біліммен алса, ғылыммен алса, спортпен көрсетсе өздерін, сондай бір жаңағы мәдениет жағынан жаңағы сондай бір жақсы жағынан көрсетіп, қазағымыздың туын көкке желбірететін жастар шықса, соған біз қуанамыз. Енді келешек өмірімізді сол жастарды тәрбиелеуге, соларға жақсы насихат сөздерімізді айтуға арнаймыз ғой. Біз келешекте сондай деп ойлаймын өзім ойым жастарға. Ниятіллә аға, Жора аға, келгендеріңізге көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын. Енді сіздер секілді ардагерлер, ағалар әлде қоғамымызға керек. Енді алдағы уақытта басқа да жобаларымыз болып жатса, сіздерді міндетті түрде шақырамыз, келетін шығарсыздар деген ойдамыз. Енді құрметті көрермендер, қош сау болыңыздар.